Танымал жылы жылдам ақпарат тарады. Сәлем қымбатты көрермен, сүйікті жылы ең үздік және де ең қызықты жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Қайраттың екінші отбасы бар. Гүлзира Айдарбекова оқырмандарына қатаң ескерту жасады. Жазбалар әлеуметтік желіде жазылған. Әлеуметтік желіде продюсер Гүлзира Айдарбекова оқырмандарының пікіріне байланысты ашуын білдірді. Ол өзінің парақшасына кезекті тойдан түсірілген видеоны жүктеген соң, кейбір қолданушылар жағымсыз пікірлерді қалдырған. Сол пікірлердің ішінде Қайраттың екінші отбасы бар деген сөзді Гүлзира Айдарбекованың ашуына дейді. Продюсер мұндай пікір иелеріне қатаң ескерту жасап, сізді сотқа берем, барлығына дәлелдеп бересіз, күтіңіз деп жауап жазды. Тағы да оқыңыздар. Оттан да боқтан да өттік. Жұлдыз Әбдікәрімова енді ешкімнен қорқпайтындығын айтты. Оттан да боқтан да өттік. Жұлдыз Әбдікәрімова енді ешкімнен қорқпайтындығын айтуда. Танымал актриса әрі Айдарбековтар әулетінің келіні Жұлдыз Әбдікәрімова күйеуіменен қайненесі жайлы шынайы ойыменен бөлісті деп хабарлайды өзгеріс.info. Бұл туралы ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Я, дәл таптыңыздар. Ол жастан әлде қашан өтіп кеттік. Оттан да, боқтан да, судан да, жоқтан да, бардан да, талай сынақтан да өттік. Сондықтан біз үшін енді ештеңе қорқынышты емес деп атап өтті актриса. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.